Сәлем, бүгін кофе дайындаймыз. Ол үшін латтель сүті, кофе, құмшекер, сүт, ыстық су қажет болады. Әрі қарай видеодағыдай дайындаймыз. 2 қасық кофеден саламыз, Якобс деген. Сосын 2 қасық құмшекер саламыз. Одан кейін лактель сүтін құямыз. Мен әрдайым салқындатылған лактельді құямын. Біреулер сол лактельді микроволновкаға ысытып құяды, ол дұрыс емес. Лактельді ысытсаң құртылып кетеді. Мен уже істеп көргенмін оны. Лучше микроволновкаға құймаған дұрыс. Осылай дәмді шығады. Қозғағыштарыңыз болса, электрический қозғағыштарыңызбен 1-2 дырылдатып жібересіздер, болмаса қасықпен қозғайсыздар. Еру үшін. Содан кейін барып ыстық суыңызды, қайнаған суыңызды құясыз кофеге. Содан кейін дайын болғаннан кейін печеньемен немесе пирогпен ішіп аласыздар. Кофелеріңіз дәмді болсын, көңіл күйлеріңіз керемет болсын. Дентеріңізге саулық, күндеріңізге сәттілік, аманшылық болсын. Каналға тіркелеміз, лайк басамыз, комментарий жазамыз. Күндеріңіз сәтті өтсін.